Ассалаумағалейкум. Көп адам негіз парқына бара бермейді. Аузынан шыққан сөз өзінің тағдырына, өміріне әсер етіп жатқанына. Не дейді қазақта, жүйелі сөз жүйесін табады, жүйесіз сөз айналып иесін табады дейді. Негізі сөзге өте қатты мән беру керек. Сөз дегеніміз не? Адам баласы сөз арқылы ойларын жеткізеді, көңіл күйін білдіреді және өзгелермен қарым-қатынас жасайды. Сондықтан айтылған сөз өте маңызды. Жақсы сөз тек тілмен ғана емес, жүректен шығатын ізгілік деп білем. Ол адамның абыройын арттырып, қоғамдағы орнын нығайтады. Құран мен хадистерде де жақсы сөздің орны ерекше деп айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөздердің ең жақсысы қысқа әрі нақты, әрі адамға игілік әкелетін деген. Яғни сөз тек сөйлегенге қуаныш, тыңдағанға пайда әкелуі керек. Жақсы сөз жанды семіртіп, ренішті азайтып, адамдар арасындағы түсінікті арттырады. Ал жаман сөз болса, қисық сөз, қаңғыр сөздер жанды жаралап, қарым-қатынасты бұзады. Сондықтан әр сөзімізді ой елегінен өткізіп, дұрыс сөйлей білген абзал. Сөз адам мінезінің көрінісі. Сөйлеу мәдениетін дамытқан адам ғана қоғамда құрметке лайық болады. Біз айтады ғой, адамды киіміне қарап күтіп алады, сөзіне қарап шығарып салады дейді. Сондықтан жүрегімізден шыққан әр сөзді, дұрыс сөзді, жақсы сөз сөйлей білейік. Өйткені жақсы сөз сөйлеген адам өзіне ғана емес, өзгелерге де жақсылық әкеледі екен ағайын. Аман, сау болыңыздар.